Шахмат ақыл-ой спорт түрі. Шахмат сөзі парсы тілінен аударғанда шах патша, мат өлді дегенді білдіреді. Әлемде кең таралған ойындардың бірі. Ежелгі аңыздарға сүйенсек, біздің дәуірімізге дейін 1000 жыл бұрын шахматты үндістандық математик ойлап тапқан екен. Шахмат ойлау қабілетін дамытуға арналған таптырмас ойын. Ол жылдам ойлауға және бірінші болып қадам жасауға үйретеді. Сондай-ақ есте сақтау қабілетін жетілдіруге шахматтың рөлі зор. Әсем Сағындыққызы, ұстаз ретінде мынаны айтыңызшы, шахматты қандай адамдар меңгере алады? Қызығушылығы бар адамдардың барлығы дерлік үйрене алады ма, немесе оған қандай да бір қабілет керек пе? Шахматты жалпы кез келген адамға үйренуге болады. Егер де ол адамның өзі қызығушылығы болса, оған арнайы бір қабілет керек емес. Бастысы ол мұғалімге байланысты. Онымен жұмыс жасауы, оған мән беруі, оны жетектеуі, оның барлығы мұғалімге байланысты. Егер де мұғалім қаншалықты жақсы үйретіп кетсе, кез келген адам шахматты меңгеріп кете алады дейсіз ғой? Иә, әрине. Бастысы мұғалімнің міндеті бұл шахматтың өте өмірде де өте көмегі бар. Соған баланы тәрбиелей алу керек, соған үйрете алу керек. Шахмат ол көптеген мысалға жағдаяттарға түсіп болған жағдайда екінші А варианты, Б варианты, С варианты бар ғой. Сондай бір варианттарды іздестіруге өте көп көмек тигізеді. Сондықтан да сол нәрсені өмірде қолдануға, оның маңызын түсіндіруге мұғалім өте маңызды. Кез келген мәселенің шешімін табуға, мына жағдай болмаса мына жағдай болады дегенге шешім қабылдауға үйретеді ғой. Жалпы қазіргі уақытта сізде қанша топ бар, қол астыңызда қанша шәкіртіңіз бар? Олар жарысқа дайын ба? Қазіргі уақытта менде 2 топ бар. Яғни 10 баладан 20 бала. Оның жарысқа дайын, түгелдей дайын. Қазіргі уақытта қатысып бастап жатырмыз. Нәтижелеріміз жаман емес. Жақсы, рахмет сізге. Қазіргі таңда жастардың өз-өзіне қол жұмсауы кең таралып кетті. Шахмат ойыны сабырлықты талап ете отырып, кез келген тығырықтан шығуға көмек береді. Шахмат ойыны жастардың жеңіл ойлауына жол бермейді. Біз бүгін Ізгілікте жарыса қайырымдылық қоғамдық қоры мен Шаңырақ отбасы институтының қамқорлығындағы аналардың балаларына арналған тегін шахмат үйірмесінде болдық. Бізбен бірге сұхбатта болған шахмат үйірмесінің мұғалімі Әсем Сағындыққызы.